Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге мен Samsung аккаунт қалай ашу қажеттігін үйретемін. Осы видеодан қарап отырыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта телефонға байланысты түрлі пайдалы ақпараттар, қызықты ақпараттар салатын боламын. Samsung аккаунттың бір ерекшелігі, бұнда номер кәдімгі iCloud, iPhone'дағы, iOS-тағы программа сияқты болады. Бұнда да барлық данныйларыңызды осы Samsung Cloud арқылы барлығын шығарып алуға болады. Сол үшін бұл жерде мұқият болу керек, өзіңіздің әрқашан ұстап жүретін номеріңізді көрсетуіңіз керек. Сосын сол номерге SMS код келеді, соны подтверждение беру қажет. Сосын жаңағы жерде пароль орнату керек. Парольде латын әрпімен басарып қолдану керек, және де цифралар қолдану арқылы пароль қоясыз. Өзіңіз ұмытпайтын пароль қойсаңыз, келешекте өзіңізге қажет болады. Жаңа смартфон алып ауыстырсаңыз да барлық құжаттарыңыз, барлық файлдарыңыз сол жаңа телефонға өздігінен ауысатын болады. Samsung аккаунттың ерекшелігі де осында. Кәдімгі iPhone'ның Apple ID сияқты, бұл да Samsung Cloud болып есептелінеді. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Тағы да пайдалы ақпараттар саламын деген ойдамын. Барлығы сіздер үшін.